Сарапшы қазақстандықтардың зейнетақы жинақтары доллармен бірге неліктен азайып бара жатқанын түсіндірді. ақш долларының әлсіреуіне байланысты қазақстандықтардың зейнетақы шоттары азайған болуы мүмкін. Дегенмен бұл қаражаттың жоғалуы емес, керісінше валютаның қайта бағалануы. Қазақстандықтар доллардың құнсыздануына байланысты бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы шоттарының азайғанын байқады. Қаржы сарапшылардың айтуынша бұл жинақтардың жоғалуын білдірмейді. Төмендеу тек зейнетақы шоттарының инвестициялық бөлігінде ғана көрініс табады, ал негізгі жинақтар өзгеріссіз қалады. Қаржыгерлер былай деп түсіндіреді: сіздің ақшаңыз жоғалып кетпейді. Тек шетел валютасынан теңгеге айырбастаған кезде ол бағаның өсуіне байланысты азаяды. Қазақстанда зейнетақы жинақтарын инфляциядан қорғауға кепілдік беретін жүйе бар. Ал зейнетақы активтері мемлекеттік бағалы қағаздар мен индекстік активтерді басқаруды қоса алғанда әртүрлі құралдарға инвестицияланады. ақш доллары құлдырауды жалғастыруда. Елдің айырбастау пункттерінде 500 теңгеден төмен түсіп кетті. Дегенмен қазақстандықтар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы шоттарының да азайғанын байқаған болуы мүмкін. Сарапшының айтуынша қазақстандықтар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы веб-сайтындағы жеке шоттарында екі санды көре алады: тікелей жинақтардың сомасы. Олар әртүрлі зейнетақы жарналары арқылы қалыптасады. Инвестициялық табыс жинақтарды басқару және өсу арқылы алынған сома. Ал валюта бағамының ауытқуы болған кезде инвестициялық кіріс өзгеретін болады. Бұл дегеніміз, жарналар арқылы жинақталған ақша қазақстандықтар осы қорлардан зейнетақы ала бастағанға дейін немесе оларды мерзімінен бұрын алғанға дейін азайып кетпейді. Тек инвестициялық шот әртүрлі нарықтық факторларға байланысты өсу немесе қысқарылады. Бұл инвестордың жеке шотында көрініс табады. Жеке шотыңызда әрқашан соманы теңгемен көрсетеді. Теңге нығайған кезде не болады? Дұрыс айтасыз, теңгенің құны төмендейді. Себебі портфельдің 40%-дан астамы шетел валютасында. Ал теңге айтарлықтай нығайғандықтан портфельдің инвестициялық бөлігінің теңгелік құнының төмендеуі айтарлықтай байқалады. Сіздің ақшаңыз жоғалып кетпейді. Тек оны шетел валютасынан теңгеге айырбастаған кезде ол айырбас бағамының нығаюына байланысты кішірейеді. Сонымен қатар инвестициялық нәтижелер қолайсыз болған жағдайда да Қазақстанда зейнетақы жинақтарын инфляциядан қорғауға кепілдік беретін жүйе бар. Мысалы, егер салымшының қаржыландырылған жүйеге қатысуының бүкіл кезеңіндегі инфляция БЖЗК-ның инвестициялық кірісінен асып кетсе, мемлекет бұл шығындарды өтейді. Тіпті жеке зейнетақы менеджерлерде инфляциялық шығындарды өтеуге міндетті болады, бірақ басқа механизм арқылы. Ұлттық банк қазақстандық зейнетақы жинақтарын келесі инвестициялық құралдарға инвестициялайды. Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары, олардың үлесі инвестициялық портфельдің 42,1%-на жетеді. Ұлттық банктың депозиттері 2,1%. Еске сала кетейік, бұрын қаржы сарапшылары бағалардың доллармен бірге неге төмендемейтінін түсіндірген болатын. Бірыңғай жинақтаушы қоры өз кезегінде Қазақстанда тиісті зейнетақыны қалай қамтамасыз ету керектігін түсіндіріп өткен болатын. Екінші деңгейлі банктердің облигациялары Қазақстанның ұлттық деңгейінде 2,2% деңгейінде болып қала береді.